Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен әдеттегідей ас үй жинаймыз. Тамақтың орнын барлығы тамақ ішті де орнын тастап кетті, ал мен қазір барлығын сіздермен бірге жинайтын боламын. Ас үйді жинағанда мен бірнеше бөліктерге бөліп жинаймын. Әуелі осылайша столдың үстін жинап аламын. Артық қалдықтар болса барлығын мусорға төгемін, ыдыстарды біріктіріп, жуатын раковинама салып аламын. Бірінші столдың үстін жинап аламын толықтай. Содан кейінгі бөлік ол ыдыстарды жуамын. Ал үшінші бөлім ол фасадтарды тазалап бір сүртіп шығамын. Және соңғы бөлік ол газовканы тазалау. Қазір барлығын кезек-кезегімен тазалап жуып шығамын. Көріп тұрғандарыңыздай артық тамақтың қалдықтарының барлығын жинап лақтырып, ыдыстардың барын жинақтап раковинаға салып, енді қазір осы жерден барлығын жуып аламын. Тамақ ішкен ыдыстардың барлығын жуып болғаннан кейін менде осылай тамақ піскен қазандар, кастрюльдер, солардың барлығын жуып аламын. Адам саны соншалықты көп болмаса да үйде осылайша бір тамақ ішкенде бірнеше ыдыс пайдаланылады. Және біраз ыдыстарды балалар бірінен кейін бірі пайдаланып, бірнеше қасық пайдаланып, солайынша осылай ас үй қатты шашылып қалады, шыны керек. Және жинағанда біраз ыдыстар шығады. Қазандықтарымның барлығын жуып тазалап болғаннан кейін раковинамның ішінде бір тазалап аламын міндетті түрде. Осы жерде қалыпты да жуып алдым. Ендігі үшінші бөлім бұл менде газовка тазалау. Міндетті түрде тазалап сүртіп алмасаң, бұл жерде де газовканы күтімде ұстамасақ, ізі қалып, оны ары қарай асқындыра берсе тазалауда қиын болып кетеді. Сондықтан да кішкене тамақтан тамғаннан кейін бірден сүртіп алуға тырысамын. Газовкамды міндетті түрде көбікті сумен тазалап аламын. Одан кейін таза сумен тазалап, ізі қалмау үшін қарапайым қағаз салфетканың көмегімен осылайша сүртіп аламын. Сонда мүлдем із қалмайтын болады. Осымен ас үйімді бөлім-бөліммен жинап шықтым орын-орынмен. Ал енді қазір жуылған ыдыстарының барлығын сүртіп тазалап орнына қойып шығамын. Бұлайынша қарапайым ас үй тазалау болған менде, осылайынша бөліп-бөліп жинасаңыз, миыңызда да бір жинақылық пайда болады. Өйткені ас үйге кіргенде барлығы шашылып тұрғанда әрине көңіл күйіңіз түседі. Одан кейін қайсынан бастарыңызды білмей, ананың шетінен бір ұстап, мынаның шетінен бір ұстап, одан сайын өзіңіз ашуланып бастайсыз. Сондықтан да осылайша бөлімдерге бөліп алсаңыз, миыңызда да жинақы болады, ас үйіңізде бірден реттеп шығасыз. Мысалы, менің өзімнің пайдаланатын жүйем осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламын да, кезек-кезегімен солай жинап шығамын. Сонда барлық орнымен ешқандай проблемасыз тазаланады. Үнемі бір қалыпты үй шаруасы болғандықтан шаршап кетпеу үшін, көңіл күйіңіз түспеу үшін осылай өз-өзіңізге көмек берсеңіз болады. Бүгінге менде осы ас үйімді жинап алдым. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса, мені қолдап, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.